Всем привет, менің есімім Майжан, жасым 25-те. Бүгінгі видеода мен қалай өз өміріме жауапкершілік алдым, вообще жауапкершілік деген не, мен оны қалай түсіндім, соны разбирать ететін боламыз. Вообще кішкентай кезімде жауапкершілік деген сөздің мағынасын білмейтін, реально мен оны мойындаймын, жауапкершілік, өз-өзіңе жауапкершілік ал дегендерді оқитынмын енді кітаптан, басқа адамдардың сөздерінен, бірақ оны түсінбейтінмін. Потом мен универ оқып бітіргенше оны сөзді реально түсінген жоқпын. Мен басқа адамдардың айтуымен жүрдім, солардың белгілі бір салып берген жолымен жүріп келдім деп айтсам болады. Бірақ өз қалауларымды да жасаған кездерім болды, бірақ оны жауапкершілік алдым осыған деп айта алмаймын, потому что мен ол кезде білмедім. Енді жауапкершілік дегенді мен қалай түсіндім? 2021 жылы осы ноябрьде ма или октябрьде ма, кажется, ноябрьде мен курс алып оқимын психология туралы. Ең алғаш, ең үлкен, мен миыма бүйтіп сыймайтын ақшаны берген, ол 120 000 теңге. Мен үшін үлкен ақша болып көрінетін. Сол 120 000 теңгемді қиып, психология туралы курсқа бердім, потому что менің өмірімде ұнамайтын, іштей мен өзімді жейтін нәрселер болып атты да. И мен солардан құтылғым келді. Мен қалай өз өмірімді өзгерте аламын? И вообще это возможно деген сұрақтарды өзіме қойдым да. И солай психологиялық курсты сатып алған болатын. Вообще түсіндім, что психологияда біздің көптеген проблемаларымыздың шешімі жатқанын. Сөйтіп курсты аламын, и бірінші, екінші сабағынан уже түсінем, что психологияда адамның 3 күйі болады екен. Ең біріншісі ол бала күйі. Яғни бала позициясы деп айтылады ғой. Бала позициясында адамдарда ақша жоқ болады, олар зарабатывать етпейді, потому что олар бала. Олар жаловаться етеді өмірге, басқа адамдарға, ситуацияларға. Яғни осы күй біздің ішімізде бар, барлық адамда бар. Екіншісі ата-ана күйі. Ішіміздегі ата-ана күйі всегда бізге айтып отырады, саған шапка кию керек, потому что осындай болып қалады. Ол бізді қорғайды, көп нәрседен қорғайды. Және де үшіншісі ол ересек күйі. Взрослая позиция деп аталады. Ересек шешімдер қабылдау, өз өміріне жауапкершілік алу. Содан кейін барып түсінем, что мен ересек позициясында емеспін. Мен өз өміріме жауапкершілік алып жатқан жоқпын. Мен ол кезде Өскеменде мектепте жұмыс жасайтын, орыс мектебінде ағылшыннан сабақ беретін, и маған реально өзімнің жұмысым ұнамайтын. Мен өзімді қинап тұрғызып, сол мектепке апаратынмын сабақ беруге. Бірақ енді жаман жұмыс жасадым деп айта алмаймын. Мен стараться ететінмін, оларға сабақ беруге, білім беруге тырысатын, бірақ өзімнің ішінде тұрған, жеп тұратын да, бір құрт сияқты жеп тұратын да. Ішімде мен оны жасағым келмейді ғой, мен басқа нәрсемен заниматься етіп көрсем қалай, жаңа нәрсе попробовать етіп көрсем қалай деген сияқты ойлар всегда ішімде тұратын. Бірақ мен жасай алмайтын, потому что қорқатынмын. Сол сабақты көргеннен кейін мен түсінем, что мен взрослая позицияда емеспін, өз өміріме жауапкершілік алмағанмын. Взрослая позицияда адам шешім қабылдайды, өзі үшін шешім қабылдайды. Біреуден ақыл сұрамайды, мынадан айтпайды, өзіне шешім қабылдайды. Ішкі өзімен сөйлесіп шешім қабылдайды. Вот, мен мынаны істегім келеді деп. Мен өз өміріме жауапкершілік аламын деп даже пост жазған болатын. Сол 2021-де уже менің инстаграмда бар негізі. Жауапкершілік алу деген не деп түсіндіргенмін. Мен осыны істеймін деп пункттермен түсіндіріп қойған болатынмын. Если сіздерге интересно болса, сол кездегі посттарымды көрсеңіздер болады. Жүрегімнен шығып сол нәрселер жазған болатын. Мен шешім қабылдаймын өзім үшін деген сияқты пункттар бар. Осы шешімнен кейін мен маркетинг бойынша, запись жасау бойынша, инстаграмда қалай аккаунтты дамыту, эксперттерге көмектесу, ол жерде продажа жасау деген сияқты білім алып, эксперттермен жұмыс жасап, Алматыға көшемін деген шешімге келемін. Мен ол кезде Өскеменде жұмыс жасаваттым ғой. Алматыға көшемін, сол жақта өз өмірімді құрамын, болашағымды жасаймын деген шешімге келіп, Алматыға көшіп келген болатын 2022-нің февралында ма или март айында. Менің Алматыға қалай келгенім, сол туралы инстаграмда мен историям бар енді. И реально білесіздер ма, мен жауапкершілік алып бастағаннан кейін мен жақсы ақша таба бастадым. Реально миллиондап ақша таба бастадым. Менің счетымда всегда ақша жүретін. И бала позициясынан шығып, уже взрослый позицияда жүрмін ғой. Маған осындай ойлар көмектесті, что сен өз өміріңе өзің жауаптысың. Вообще, кішкентай кезімде тоже бір ситуация болған. Содан кейін мен бір мысльдарым поменяться еткен. Мынандай болатын. Менің мамам всегда маған тамақ жасап беретін. Кішкентаймын ғой ол кезде енді. Білмеймін, может 3-ші класс или 4-ші класс, или 5-ші класс, білмеймін. Маған тамақ жасап беретін. И сол бір күні маған айтады, что
маған тамақ жоқ болатын үйде, сосын мен айтамын, мамам тамақ жасап берші, мен қарным аш кетті деген сияқты. Сосын маған қарап, мамам бәрі тұр ғой, өзің жасап алсай деген. И сол кезде маған взрослый позицияны берді деп ойлаймын да. Сенде бәрі бар ғой, сен жасасай өзің деген сияқты белгілі бір мысльді берген болатын. И мен соны қатты запомнить етіп қалғам, что шынымен де менің өмірімде қолымда тұрған нәрсе ғой ол нәрсе. Мен неге жасай алмаймын? Біреуден сұрауым керекпін, и біреуден попросить етуім керекпін. Егер бір нәрсе ұнамаса, бір нәрсені қаласам, өзім жасай аламын ғой деген сондай бір шешімге келген, и ойларға келген. Бірақ ол кезде осознавать етпегенмін. И қазір айтқым келеді, егер сіздің өміріңізде өзіңізге ұнамаса, ішіңізде сондай бір нәрсе болса, өзгергің келеді, өз өміріме жауапкершілік алғың келеді. Жауапкершілік алу деген жауап бере алу ғой, өзіңнің решенияларыңа жауап бере алу и өзгерту да бір нәрсені. Если ұнамай ма, өзгерт, потому что сенің өз қолыңда тұр бәрі. Сенің өмірің ғой, басқа біреу саған машина алып бермейді, басқа біреу саған үй алып бермейді. Ештеңе жасап бермейді сен үшін. Сен ғана өзің үшін жауап беріп, өзің үшін жасай аласың ол нәрсені. И сіздерге солай айтқым келеді, егер өмірлеріңізде бір нәрсе ұнамай жатса, бір нәрсені өзгертілеріңіз десе, ішіңізде сондай бір чувство, сезім болса, жасаңыздар, жауапкершілік алыңыздар, ересек позициясына өтіңіздер деп айтқым келеді. Осымен осы видео аяқталды. Егер пайдалы болып жатса, өзіңізге бір ой түйіп жатсаңыз, осы комментарийға жазып кетіңіз. Маған инстаграмға, ютубыма подписаться етіп алыңыз. Мен осындай өзімнің ойларыммен, пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Всем пока-пока.